Ерте заманда Сырлыбек дейтін кісінің ауылына кешкірім қонақ келіп түседі. Ол ит құстың тілін біледі екен. Дастархан басында отырғанда сырттан ұлған қасқырдың даусын естиді. Оған ит үріп жауап беріпті. Қасқыр бүйдеп жатыр екен. Әй, итекешінім, әлімсақтан екеуміз туыс едік. Тәңірі тағала менің 7 несібемді желден, 1 несібемді үйден жаратқанын білесің. Бүгін көзім осы ауылға түсіп тұр, маған бір қой бер дейді. Ал ит оған бұлай дейді. Қасеке, менің тоқтығым осы қойлардың амандығы емес пе? Қойды алдырсам, қожайының алдында ұятты болмайын ба деп көнбейді. Қасқыр оған, ендеше қонағың атын бер дейді. Ит те оған болмайды. Қазір босағадан сығалаймын, қонақ маған сүйек берсе, атты бер алмаймын. Егер сараң болса ала бер дейді. Қонақ мұның бәрін естіп отырады. Бір уақытта қонаққа ет тартылдау дегенде ит жайлап келіп босағадан сығалайды. Ол итті көріп, қолындағы жамбас сүйегін сыртқа лақтырып жібереді. Үйелер түсінбейді. Кәде етіп сыйлап берген асымызды далаға тепкен не істеп іште ренжиді. Тамақ желініп болған соң бәрі ұйқыға кетеді. Таңертең қонақ абыр-сабыр айқайдан оянып кетеді. Түнде қасқыр шауып қорадағы қойларды айдап кетіпті. Үй иесі қонаққа, қонақ жақсы болса қой егіз табады, жаман болса қораға қасқыр шабады деген пиғылың лас адам екенсің деп ренжиді. Қонақ сыртқа шықса, батысқа қарай кеткен 2 ізді, шығысқа жүрген 4 ізді байқайды. Қожайынға: қам жеме, қойың аман, шығыста жайылып жүр. Ал итің қасқырмен жан алысып, жан берсіп жатыр. Батысқа кеткен із соны меңзейді. Итіңнің артынан барма, ол ем келді деп саған алаңдап қасқырға алдыру мүмкін. Қасқырдың артынан барсаң, ол қорыққаннан артына қарайды. Итің бас салып талайды дейді. Сырлыбек қонақты ертіп қасқырдың ізімен барады. Айтқандай, иті мен қасқыр бір-бірін ала алмай көзбен арбасып тұр екен. Қасқыр арт жағынан келе жатқан адамды иісінен танып жалт қарағанда ит тамағынан шап береді. Қасқыр мерт болады. Сырлыбек қонағын ертіп шығысқа барса, сайдың ішінде қойлары жайылып жүреді. Буаз қойы егіз қоздап, қозыларын емізіп тұр екен. Сырлыбек қуанып: аңдамай ашумен айтқан сөзімді кешіріңіз. Жақсы қонақ келсе қой егіз табады екен. Сіз тегін адам емес екенсіз. Көңілімді қалдырмай тағы бір күн қонақ болыңыз деп үйіне сүреді. Қонақ тағы бір күн қонақтайды. Ертесіне үй иесі одан: не бұйымтайыңыз бар, айтыңыз дейді. Ол: итке қатты қызығушы едім. Көңілім бөрібасарыңызға ауып тұр, қарғысын берсеңіз жетектеп кетер едім дейді. Сырлыбек: итіңіз не, марқа қой берейін, жылқы жетектетейін дейді. Жоқ, ниетіңізге рахмет. Итіңізді бұйымтай еттім деп итін жетектейді. Ит кетіп бара жатып, киіз үйдің іргесінде жатқан шиге дәрет сындырады. Қонақ: қожайын, мен ойландым, иттен гөрі мына жаман шиді алсам қалай қарайсыз? Кемпірім ши әкеп бер деп қақсай беруші еді, соның тілегін орындайын, итіңізді қоя берейін дейді. Сырлыбек түсінбей амалсыз келіседі. Қонақ шиді ала бергенде, әлгі қойдан туған егіз қозының бірі шидегі иттің дәретін жалайды. Қонақ қайтадан Сырлыбекке бұрылып: қожайын, шиді басқа жерден табармын, көңілім жаңа туған қозыңызға түсті, жас қозының етіне аңсарым ауып жүреді. Іздегенге сұраған деген, маған қозыны сойып беріңіз деп қозыға бата жасайды. Сырлыбек қонағының көңілін қимай әлгі қозыны бауыздайды. Қонақ: қозының басына ешкімнің қолын тигізбей алдыма тартсаңыз, құмарым қанып бір тояйын деп өтініш қылады. Ас піскен кезде Сырлыбек қозының басын тартады. Қозының бір құлағы жоқ екен. Қонақ: қожайын, қозының басына ешкім қолын тимесін деп өтініш едім, бұның құлағы қайда дейді. Үй иесі: жолаушы, айып етпеңіз, жаңа ғана қозының басын қазаннан сүріп суытып қойғанбыз. Біздің көзді ала бере үйдегі жүгірмектің бірі қозының құлағын кесіп алып жеп қойыпты. Ат жапан айыбымды өтейін, қаласаңыз марқа тағы бір қой сояйын, тек бізге ренжи көрмеңіз деп жалынады. Қонақ мырс етіп күліп: шаңырағыңа тепкілесе де кетпейтін бақ орнапты дейді де, естіп білген оқиғасын бастан аяқ айтып береді. Сенің ырысың итіңде екенін білгем. Алып кетейін дегенімде итің айла жасап, дәрет сындырып, ырысыңды қалдырып кетті. Дәрет деген шиді алмақ болғанда қозы келіп жалап, құт қозыға қонды. Қозының басын жеп, берекеңді алам ба дегенде, оны кенже ұлың жеп маған бұйырмады.
Құдай сүйген қылығың бар екен. Қонақ жайлығыңды жоғалтпа деп батасын беріп аттанып кетті. Осыдан бастап ел аузында ырыстың бірі қойдың құлағында деген түсінік қалыпты. Қонаққа бас татқанда оның оң құлағын кесіп алып үйдің бір мүшесіне береді екен. Қазақтардың құт берекеміз өзімізде қалсын деген ырымы осыдан шыққан екен деседі.